Сәлем балақай, сені мен каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер әліппе сабағынан у дыбысы және әріпімен танысатын боламыз. Алдымен мына жердегі сурет бойынша әңгіме құрастырайық. Суреттен кімді көріп тұрсың? Суреттен жеңімпазды көріп тұрмыз. Оның қолында не бар? Оның қолында ту бар. Біз туымызды не істейміз? Біз туымызды мақтан етеміз. Біздер үш сөйлемнен тұратын әңгіме құрастырдық. Оның қолында ту бар деген сөйлемді алайық. Ту екі әріптен тұрады, у созып айтып көреміз. Ол дауысты дыбысқа жатады. У дыбысы бірде дауысты, бірде дауыссыз болып бөлінеді. Бұл жерде дауысты дыбыс болып тұр. Өйткені у дауыссыз дыбыстың қасында тұр. Оқулығымызда келесі біздерге оқуға тапсырма берген. Кәне бірге оқиық. Ау, ауа, аула, лаула, алау, аулау, алу, алуа. Келесі. Арал, ау, ал, балық, аула, алуа, алау, ал. Астындағы лаула, алау, лаула, алаула, алау, алаула, арала, аула, лаура. Балақай, біздер у дыбысына қатысты жаңылтпашты оқып аяқтадық. Енді мына жердегі суретке назар аударайық. Сызба берілген. Енді соған сәйкес сөзді табуымыз қажет. Бірінші таудың суреті, екінші уықтың суреті, үшінші тауықтың суреті. Кәне қайсы сәйкес келеді? Тау сәйкес келеді және уық сәйкес келеді екен. Енді тау деген кезде у дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр. Уық дейтін болсақ, сөздің басында кездеседі. Ал тауық дейтін болсақ, у дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Сонда у дыбысы сөздің соңында, басында және ортасында да кездесе береді екен. У дыбысы және әрпіне қатысты тапсырмаларды орындауды аяқтадық. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Бейнежазбаның соңына дейін қараған болсаң, каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.